Сәлеметсің бе, Бекасыл? Сәлеметсің бе? Бекасыл, бүгін біз қазақтың ерекше бұйымымен танысатын боламыз. Қалай ойлайсың? Атқа мінуші қандай бұйымдарды қолданамыз? Жүген, ер-тоқым, үзеңгі, қанат, өмілдірік, ортасы, қанаты бар. Жақсы, керемет, Бекасыл. Қазір біз ер-тоқымның бөліктерін құрастыратын боламыз. Кәнекей, қандай бөліктен бастаймыз бірінші? Ортасы, көрсетші маған ортасын. Қане қойған? Ортасы. Керемет, Бекасыл. Сосын, тағаны бөліктері бар. Аты, бас. Керемет. Біз нені жабыстырдық? Ер-тоқымның бөліктеріне. Керемет. Жылқымен танысып отырмыз. Жылқы қазақтың дәстүрден ажырамас сондай көңіл беретін киелі қазақтың болмысындағы киелі жануардың бірі. Ең бірінші жылқыны ұстаған кезде ноқта саламыз аяғына, ұстаймыз, не ноқта, мынау ноқта. Келесі мына ауыз мұрындығына кигізіп, жүген кигіземіз. Жүген осындай ұзын болады. Осы жүгенге сосын отырғанда қолмен тартып отырасың. Аттың жүгені. Зуган. Бекасыл. Балам менің. Осылай өреміз.